Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде өтілетін тақырып мынау тахометр. Тахометр не үшін қажет және не үшін қолданылады деген сұрақтар болады. Тахометр яғни біздің қозғалтқышымыздың қанша рет минутына оборот айналып тұрған көрсетеді. Минутына кейбіреулерде 10, кейбіреулерде 1000 деп көрсетіледі. Яғни сіз газы басқан кезде 3000, 4000-ға оборот шығады. Оны 3 немесе 30 деп тұрады. Соны 100 немесе 1000-ға көбейтіледі. Әр марканың өзіне сай көрсетілген номиналдары бар. Яғни соған қарай жұмыс жасайды. Тахометрдің жұмыс жайлысына келетін болсақ, ол қалай жұмыс жасайды деген сұрақта болуы мүмкін. Тахометр бізде импульстер арқылы жұмыс жасайтын болады. Тахометр кейде оборот ойнауы мүмкін холодныйда, яғни суық кезде, немесе машинаның температурасы көтерілгеннен кейін оборот ойнауы мүмкін, немесе сізде травить етуі мүмкін бір какой-то бір цилиндр істемеген кезде. Сол үшін қажет водительдерге, яғни сіз жолда айдап келе жатып соны біле аласыз. Бұл жерде бізде механический тахометр, яғни импульс шығаратын трамблер көрсетілген. Трамблердің ішінде датчик қолы тұрады осындай. Бірінші суретте көргендеріңізде измерительный прибор тахометр, екінші бізде бобина, үшінші бізде коммутатор, төртінші бізде трамблер. Трамблерден импульс шығады бұл жерде. Ол импульс шығып катушкаға барады. Яғни катушканың арасында разрыв болады. Разрыв ол біреуі тахометрге кетеді, екіншісі бобинаға кетеді. Бобинадан искра шығады, ар жақтан оборотыңыз қанша болып жатқан көрінеді. Яғни сіз газды қаттырақ бассаңыз көбірек келеді, азырақ бассаңыз аз келеді деген секілді. Енді бұл жерде бұны қалай тексереміз дейтін болсаңыздар, яғни зажиганияны ашқан кезде бобинаға мына жақтан плюс келеді, трамблерға да ар жағынан плюс келеді. Сол мына жағында бірінші пинде плюс, екінші пинде команда жүреді, яғни импульстер, үшінші пинде масса жүреді, минус. Сіздердің тілдеріңізбен айтқанда, оны қалай тексереміз жұмыс жасауын. Бізде приборный панель болады, соны шешіп аламыз. Тахометрдің артында өзінің жазулары болады, ГН плюс немесе осы импульстікі. Сол индикатор арқылы солар қойып шығамыз. Яғни сіздерде индикатор ойнап тұру керек. Яғни тахометріңіз жұмыс жасаған кезде. Газды бассаңыз сол қызыл немесе жасыл цвет болады, сол цветтер толық жану керек. Бұл жерде айта кететініміз, тахометр электронный түрлері болады. Электронный түрі дегенде, яғни инжектор моторларда ЭБУ болады. Электронный блок управления, яғни миы, біреулер немесе компьютер дейді. Бірінші суретте тахометр, екінші маршрутный компьютер деп аталады. Ана суреттегі бізде бұл жерде үшінші электронный блок управления, ЭБУ, миы, төртінші датчик положения коленвала, бесінші модульный катушка немесе модульный зажигание дейді. Дәл сол принцип бойынша жұмыс жасайды, бірақ бұл жерде электронный блок управления қосылған. Оны қалай алады дейтін болсаңыздар, датчик коленвала импульстер жібереді. Мына шкипте көріп тұрсыздар, мына жерде разрездер, сол разрездер өткенде магнитке импульстер келеді. Сол импульстер келгенде соны тахометр оборотын көреді. И искрады соған қарай әр цилиндрге береді. Осылайна импульстер келеді. Сол кезде сіздердің обороттарыңыз көтерілетін болады. Бұны былай стендте жасап көрсететін болам. YouTube арнама жазылыңыздар. Баршаға рахмет.